Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бауырдан жасалған котлет жасаймыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады міндетті түрде. Соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Бірінші екі сәбіз чеснок пиязды ашып дайындап қоямыз. Бауырды осылай турап алып дайындап қоямыз. Сосын микровкадан өткіземіз. Бәрін микровкадан өткізіп дайындап шығамыз. Болған соң 3 жұмыртқа, қасықтың ұшымен сода, тұз, қаламшы, перец қосып, қасықпен алып қысырылып тұрған майға салып қуыра береміз. Ешқалайша шырамайды, бір-бірінен ажырап кетпейді. Котлетіміз дайын болды. Қасына макарон мен подливке помидор чеснок қордым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.